Дешмох Мунгунтул, FIDE Women Grand Prix, Үндістан Пуне қаласы. D4, D5, C4, C6 бұл славян қорғанысы. ATF3, ATF6, E3, P5, AC3, E6 және ат H4. Бұл жүрістің ең басты мақсаты мына пілдің түбіне жету. Піл E4, F3, піл G6, піл D2, ат E7 алдық және уәзір C2. Бұл жүрістің ең басты мақсаты әрине рокировкаға дайындалу. Ат Б D7, рокировка, DC және піл C4. Болашақта біз осы пілдің артықшылығын көрсетеміз. Өйткені мына жерде қарсыластың пілінің түбіне жеттік. B5, піл E2, тура C8. Ертеме кеш C жолы ашылып қалатын болса, онда біздің патшамыздың жағдайы онша емес болуы мүмкін. Сол себепті патша B1 о бастан патшаны қауіпсіз жерге қоямыз. Рокировка H4 орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта еркін шабуыл жасаңыздар болады. A6, B6 мысал қараңыздар, H4-тен кейін 0.96 болатын болса, A6-дан кейін 1.96 бол. H5 тез арада мына сарбазға шабуыл жасау, H жолын ашудың амалы. G5, E4 негізгі орталықты басып алдық және мына сарбазға шабуыл жасау амалдарын қарастыру. C5, D5 орталықты жабу керек. Егер жаппайтын болсаңыздар, онда мына патша қанатындағы жағдайыңыз онша емес болып қалуы мүмкін. Сол себепті барынша осыны ұмытпаңыздар. ED және B4. B4 мынау енді өрт сөндіргіш, қорғаушы деген лақабаты бар, бірақ біз артқа қарай шегінбейміз. H6 сарбаз шеге. Сарбаз шеге күрделі варианттар бар. BC, HG деген сияқты варианттар былай алдық, деген сияқты уәзір F5 деген сияқты әртүрлі варианттар бар. Оны сіздерге келтірмей ақ қойын, өте күрделі варианттардың бірі. G6, D6 енді бір сарбаз шеге және екінші сарбаз шеге мына пілге шабуыл жасап тұр. Піл D6 және піл G5 біріншіден былай байладық, екіншіден мына турамен D6-дағы пілге шабуыл жасадық. Піл E7 және піл A6 тағы бір шегені кіргіздік. Бұл деген піл шеге деп аталады. BC алдық және H7 өтетін сарбаз алға қарай ұмтылды. Оның артында тамаша не бар? Тура бар, патша G7 және уәзір C3. Тағда былай байлап тастадық. Қазір піл H6 деген әрекетті де жүзеге асырғымыз кеп тұр. Тура E8 және тура E1. Бұл жүрістің ең басты мақсаты мынаны құрту, содан кейін F6-дағы аттың да түбіне жету. Уәзір D8, G4. Патша H8, піл H4. Енді G5 деген әрекетті жүзеге асыру, өткені қарсылас деген толығымен байлаулы. Патша G7, G5, H8, тура E7 мына пілдің көзін жою, бұл өткені піл мына F6-дағы атты қорғап тұр. Алдық, шах және піл G5. Бәрбір мынаны байлап тастады және былай байлап тастаған көріп тұстады. Мынаны алуға да мүмкіндік жоқ. Уәзір E6, патша C1, өткені болашақта соңғы қатардың әлсіздігі болып қалуы мүмкін. Уәзір F5 және F4. Мына пілді қорғаудың амалы. Бірақ байланып тұрғанын сіздер көріп тұрсыздар. Уәзір E6, A4. Енді барлығы байлаулы, бұлай да байлаулы, тамаша және бұлай да біз оларды мүмкіндік бермей тұрмыз. Уәзір C6, тура H2. Әрине, мына нені бермеуге тырысу керек. Уәзір E6, A5. Мыналар патша қанатында қиналып жатса, патша қанатында біз деген уәзір қанатында өзіміздің сарбазымызды алға қарай жылжытып жатырмыз. C4 алдық және A6 осымен шын мәнінде ойын аяқталды. Патша F5, A7 осымен келесі жүріс A8, содан кейін H8 деген әрекет болады. Дешмух Дивия Мунгунтуулды жеңді. Өйткені ақтар жеңді, қаралар жеңілді.